Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жүрек соғу жиілігі және спорттың оқушылар ағзасына әсері. Дене шынықтыру сабағында біз оқушының қаншалық жылдам жүрегіне және немесе жаттығуды қанша рет орындағанына жиі назар аударамыз. Бірақ одан да маңызды көрсеткіш бар. Ол оқушы ағзасының сол жүктемеге қалай жауап беріп жатқандығы. Мұны анықтаудың қарапайым және қолжетімді тәсілдерінің бірі жүрек соғу жиілігін бақылау. Жүрек соғу жиілігі, яғни жүрек соғу жиілігі жүректің 1 минут ішінде қанша рет соғатынын көрсететін көрсеткіш. Адам физикалық жаттығу жасаған кезде бұлшықеттерге оттегі мен қоректік заттары көбірек қажет болады. Соған байланысты жүректе белсенді жұмыс істеп, оның соғу жиілігі жоғарылайды. Ал жаттығу аяқталғаннан кейінгі ағза біртіндеп қалыпты жағдайға оралып, жүрек соғу жиілігі төмендейді. Бұл әдіс-тәсілдер суретте көрсетіліп тұр. Сондықтан пульсті өлшеу арқылы біз оқушының ағзасы физикалық жүктемеге қалай жауап бергенін бақылай аламыз. Осы жұмыстың негізгі мақсаты оқушыларға жүрек соғу жиілігін бақылауды үйрету арқылы дене жүктемесін дұрыс реттеуге көмектесу және спорттың денсаулыққа оң әсерін көрсету. Біздің ойымызша, оқушы жаттығуды жай ғана орындап қана қоймай, өзінің ағзасында қандай өзгерістер болып жатқанын да түсінуі қажет. Осы арқылы дене шынықтыру сабағы тек физикалық белсенділік емес, оқушының өз денсаулығына саналы түрде қарауын қалыптастыратын сабаққа айналды. Өзекті мәселе. Бұл тақырыптың өзектілігі неде? Оқушылардың физикалық мүмкіндіктері бірдей емес. Бір оқушы үшін белгілі бір жаттығу жеңіл болуы мүмкін, ал екінші оқушы үшін дәл сол жаттығу жоғарғы жүктеме беруі мүмкін. Сондықтан барлық оқушыға бірдей жүктеме беру әрдайым тиімді бола бермейді. Кейбір оқушылар жеткілікті деңгейде жүктеме алса, басқалар шамадан тыс жүктемеге ұшырауы мүмкін. Осындай жағдай жүрек соғу жиілігін бақылау мұғалімге де, оқушыға да жүктеменің ағзаға әсерін бағалауы мүмкіндігін береді. Яғни жүрек соғу жиілігі сабақтың қауіпсіздігі мен тиімділігін бақылаудың қарапайым көрсеткіші. Спорттың оқушылар ағзасына әсері. Әрине, дұрыс ұйымдастырылған дене белсенділігі оқушы ағзасына әсері өте маңызды. Тұрақты қозғалыс жүрек пен қан тамырлар жүйесін нығайтады. Өкпенің жұмысын жақсартады. Төзімділік пен күшті дамытуға көмектеседі. Сонымен қатар спорттың әсері тек физикалық денсаулықпен шектелмейді. Ол көңіл күйді жақсартады. Күйзелісті азайтады. Сабақ кезінде зейінді арттыруға да оң ықпал етеді. Сондықтан спортты біз тек жақсы физикалық форма қалыптастыру құралы ретінде емес, оқушының жалпы дамуына әсер ететін маңызды фактор ретінде қарастырамыз. Пульс нормасы. Ал енді осы идеяны сабақ барысында қалай қолдануға болатынын тоқталайық. Біз оқушылардың жүрек соғу жиілігін 3 кезеңге өлшейміз. Бірінші, сабақ немесе жаттығу басталғанға дейін, яғни тыныштық күйде. Екінші, негізгі физикалық жаттығу орындағанда. Ал үшіншісі, 3-5 минут демалғаннан кейін. Пульс нормасы қалыпты жағдайда балаларда 80-120 соққы 1 минутында, жасөспірімдерде 70-100 рет, ересектерде 60-90, спортшыларда 40-60 рет болады. Қорытындылай келе, жүрек соғу жиілігін бақылау, дене шынықтыру сабағын қауіпсіз әрі тиімді ұйымдастыру мүмкіндік беретін қарапайым тәсілдердің бірі. Оның басты ерекшелігі әр оқушының жеке физикалық мүмкіндігін ескеруге мүмкіндік беруінде. Оқушы өз ағзасының жүктемеге реакциясын түсініп, дене белсенділігіне саналы түрде қарай бастайды. Сондықтан біздің ойымыз, спорттағы басты мақсат тек жоғарғы нәтиже көрсету емес, денсаулықты сақтай отырып, өз мүмкіндігіңді дұрыс дамыту.
Қозғалыс ұзақ өмірдің кілті. Ол өз ағзаңды түсіну, сол қозғалысты дұрыс ұйымдастырудың негізі. Назарларыңызға көп-көп рахмет.